Математика сабағында бүгін өтетін тақырыбымыз құрылымы, күрделі теңдеулер. Әуелі сабағымызды бастамас үшін кәнекей біз өзіміздің ыбырай залінен келіп алулар оқу бөлімінен бастап жіберейік. Кәне бастаймыз. Балалар оқылы, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылы. Оқысаңыз балалар, шамат сұрақ шағылар. Тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар. Өте жақсы, отыра қойыңдар. Яғни біздің ыбырай атамыз айтқандай, біздің алдымызда қойған арманымызға, мақсатымызға жету үшін біз тек қана оқуымыз керек, яғни білімді болуымыз керек. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың да мақсаты көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулер және құрылымы күрделі теңдеулерді шешу. Енді бұл сабақты бірінші біз сабағымызды бастамас үшін бірінші бізге бүгінгі сабақта қонақтар келді. Ол қонақтарымыз яғни бізге ертегілер әлемінен келіп отыр. Кәнекей енді айтып жібере қойыңдар, маған мына жерде қандай ертегілер әлемінің қонақтарын көріп отырмыз? Алдар көсе, мына кісі қожанасы, Тапшабала, таусоғар, көзоғар. Мінекей, яғни бұл ертегілер кейіпкерлері бізге бір тапсырмадан алып келіп отыр. Енді біз ол тапсырманы орындамас үшін бірінші біз өзімізді білім алауымызды жағып аламыз. Білім алауымызды жағу үшін ең бірінші ширату сұрақтарына сіздерге ширату сұрақтарын жауап бере отырып келіп өздерің алауды жағып кетесіңдер. Ал бірінші сұрақ. Біздің тақырыбымыз бүгінгі теңдеу ғой, бұрыннан білеміз теңдеуге. Теңдеу дегеніміз не? Қол көтеріп жауап беріңіз. Теңдеу дегеніміз не? Алтыншы сұрақта. Теңдеу дегеніміз белгісіз санды табу. Яғни әріпте өрнектегі әріптің орнында тұрған белгісіз санды табу. Өте жақсы, алауыңды алды, жаға қой, тез тұр алауыңды. Жоғарырақ болады. Жақсы. Ал енді екінші сұрақ. Көркем жауап бересіңдер. Екінші сұрақ. Ауданды қалай табамыз? Орнына тұрып жауап береміз. Ауданды қалай табамыз? Көмекке келеміз Рустам. Ауданды табу үшін өзімдер. Ауданды табу үшін периметр. Жоқ, тағы. Ұзындық пен енін көбейтеміз. Жақсы. Ауданды табу үшін ұзындық пен енді көбейтеміз дейсіз. Өте жақсы. Жақсы. Енді үшінші сұрақ, біз сандардың квадратын, кубын білеміз ғой. Үшінші сұрақ, 9-ның квадратын ата. 9-ның квадратын 81 тез бар. Төртінші сұрақ, көркем. Енді саған келді тағы. 3-дің кубын ата. 3-дің кубы. 3-дің кубы. Екінші сұрақ. 3-дің кубы. Қанша 3-дің кубы? 3-дің кубы? 27. 3-те 3-ді көбейтеміз бе өз-өзіне. 3-те 3-ге көбейтсек 9, 9-ді 3-ге көбейтсек 27 деп қойып үшінші алады. Ал енді тағы периметрді қалай табатын едік? Периметрді табу үшін не істейтін едік? Периметр табу үшін не істейміз? Ұзындық пен енін қосамыз. Яғни ұзындық пен ен деп айтпаймыз ғой, не деп айтамыз? Периметрді табу үшін қабырғаларды, бар қабырғаларды не істейміз? Қосамыз. Дұрыс, ұзындық пен енді қосамыз. Бірақ одан көрі біз не дейміз? Периметрді табу үшін бәрі қабырғалардың қосындысын табамыз деп. Жақсы. Ал мінекей біз білім алауын жағып алды. Енді әрі қарай біз тапсырмаларды орындаймыз. Енді тапсырмаларды орындау үшін бірінші алдан көсенің тапсырмасын алайық. Келе ойыңдар. Біз жай теңдеуден бастаймыз. Бірінші тапсырма мүмкін оңай болуы. Мынаны сендер ауызша шыққан айтасыңдар. Тақтаға апайға қараңыздар. Кәнекей айта ғой. Оқи ғой Рустам бірінші. 72 бөлу x-тен 9. Я. Қандай болады сонда оның несі? X-тен 72 бөлеміз 9-ға. Сол кезде Шығады 8. сонда теңдеудің түбірі неше екен? 8 екен. Ой, мынаны. 8 ғой? 26 бөлу x-тен 8. Болады 7. Теңдеудің түбірі 7. Өте жақсы. Тамаша. Отыра қойыңдар. Енді
Endi sizlarga men maqtovga aytgim keldi. O'zi o'sha taqsimlarni o'rnashib, qaysingizni tanlaysizlar? O'tiraverib aytinglar. Qaysingizni tanlaysizlar? Qaysingizni yaxshi ko'rasizlar? Sen şiye. Al men şiye deb so'zni o'qiyman. Sen taqdir tazyiqsin deb kelaver. Janob topshirmani yaxshi tez aytdim, tez taqdir. Ko'rdingmi? Meniki bu maqtovli jinsi, ya'ni sizlarga maqtov qo'yganmiz. Al burga baqim, Rustam. Amin cüzüm. Cüzümni tanladingmi? Cüzüm qayda bizda? Al. Tamasha, durust, jaraysin deydi. Sen de yaxshi javob beryapsiz. Unda maqtovli jinslar sizlarga o'zlarini olsin deyapti. Al endi arvoy taqsimlar o'rindaymiz. Ikkinchi qo'naqni bitbizda. Qo'shanasi taqsimmasini ola qo'yinglar. Men olib bering, kelinglar. Bizga qo'shanasi qanday? Menga taqtaverimiz bo'lsin. Siz ikkovimiz rasmlarda o'rinlardan. Endi men ularni olayin. Ikkovga o'rin qoldirib uchun. Kelaver. Hücreli tengü çıkarmadınız ya. Endi o'zidan biz niye qanday tengü chiqarib olamiz? Rustam qanday tengü chiqarib olamiz? Hücreli tengüden ari qaray. Aytsanlar. Hücreli tengüden ari qaray qanday tengü chiqarib? Jay tengü. Endi ari qaray jay tengüden ari qaray chiqaveradi. Kim? Şamalı oynamı bu. Ne isteyiniz biz? Tengü qalay chiqasiz? Bo'ldim. Endi o'sha kredit tengini tibiri 210. Bu tengini tibiri 72. Bu tengini tibiri 72. Durust ya, o'ta yaxshi. Ikkovingda o'rnida o'ta yaxshi. O'ta yaxshi al. Endi jinslar qanday tanla? Almı? Jaraysin bugün sana nizam deydi. Ko'rdim. Apelsin. Sen istiyorsun sana sen yemin deydi. Ikkovingga de o'ta yaxshi tenliklar ketib turmiz biz bugün. Al. Endi biz bugungi sababimizda qanchama esiplar chiqadi. Bugungi sababimizning bizning o'zimizning o'ylagan, aytgan maqsadimizga yetdi. Hücreli tengü chiqardi, amallar tartibini chiqardi, matn esiplar chiqaryapmiz. Ya'ni bugungi biz o'zimizning bugungi alga qo'ygan maqsadimizga yetdi. Bugungi sabab o'smen bitdi. Aytavering. Al bolalar, bugungi sabaqni qo'rqintilay kelib, bugungi o'zimizning maqsadimizga yetdik deb aytdik. Endi bugungi sababimizni qo'rqintilay kelib, men sizlarga bunday baholay olaman. Ya'ni bizga ko'rgan o'ta sabaqqa oldin qattiq o'tirdi, biroq arasida sal-sal qatiyliklar bo'ldi. Sonda da biz ko'rganga bugun yaxshi degan baho qo'yamiz. Rustam o'ta belgisida hech qanday qatiylik kelgan yo'q, so'ndaqdan Rustamga 9 balni qo'ysak, ko'rganga 8 balni qo'yamiz. Durust qo'ya? Endi biz bilan keldi sabaqlarimizni. Bugungi sabaq o'zingizga yo'naldimi? Qanday bo'ldi? Qanday qo'lni ko'rsatingchi, so'zlab bering. O'ta yaxshi, ya'ni bugungi sabaqimiz o'ta yaxshi o'tdi.